Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум достар. Міне осындай АДК деген сауда орталығына келдім. Тағы бүгін сүрейік, көрейік, қандай заң бұзушылықтар бар. Осы жерден бастайық. Алые паруса деген. Ол басқа нелерде жүргенде әсмәзірлер болды. Міне мына жерде де бар. Бүкіл осы қаланың АДК, алые паруса бар. Енді қазір мына жерге келейік. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Сізде мына жерде бүкіл ақпарат тек орыс тілінде. Қазақ тілінде жоқ. Заң бойынша 21-ші бап тіл заңдары қазақша да болу керек. Орысша қойсаңыз өз білесіз, бірақ қазақша қою керек. Сол қазір заң бұзушылықтарды түсіріп жүрмін. Сіз бастықсыз ба мұнда? Жоқ, бастық емес. Онда бастық айтыңыз, қазақша істесін. Қазақстанда жүрміз, мемлекеттік тілі қазақ тілі. Жарай ма? Камераға түсіріп отырсыз. Иә, бәрін түсіріп отырмын. Заң бұзушылықтарды түсіріп отырмын ғой. Сәлеметсіз, қарындас. Сәлеметсіз. Сізде ас мәзір қазақша бар ма? Мына жағымен қоймайсыз ба? Ана жерде ше үстінде бар ма қазақша? Жоқ, қазақша. Міне бар, жүзім деген. Сіз қазақ тілі білесіз ба? Понимаю, но не разговариваю. Неге? Бірақ кішкене қазақ. Сізге келдім. Мама татарка. Жоқ, хоть татарка, хоть русская. Понимаете, если к вам пришли, сәлеметсіз, то есть надо так же, сәлеметсіз, не керек. Не сложно же. Мы же все в школе проходили эти слова. Вам скажешь, маған алма керек. Что такое алма? Яблоко. Вот так вот надо потихоньку. А так, понимаю, но не говорю, как бы тоже, понимаете. Хорошо? Все, до свидания. Сау болыңыз. Так. Саламатсыз ба? Сізде ас мәзір қазақша бар ма? Меню қазақша бар ма? Нет, только на русском. Бастықтарына айтыңыз. Начальству передайте, что на казахском языке, чтобы сделал. Отсутствие, я всех снимаю. Имею право согласно закону. А у вас есть, пожалуйста, разрешение? Что? Документ на разрешение? Какие? Покажите доказательства. Не понял. Доказательства покажите того, что у вас есть документ на разрешение. А где это написано? В каком законе? Я так Давайте, снимайте, пожалуйста. Короче, у вас нарушение закона, отсутствует на казахском языке информация. Государственный язык страны казахский. Руководству передайте, пусть сделают. У нас в стране живут не только русскоязычные граждане, но и казахоязычные. Статья 21 закона о языках. Я блогер, активист. Так. Так, ну Чаплинға барайық па? Міне қараңыздар, фот, қазақша жоқ, кіру деген. Сәлеметсіз бе? Сізде міне қараңыз, қазақ тілі астында тұр, орыс тілі үстінде тұр. Бастықтарына айтыңыз, қазақ тілі үстінде болу керек, заң бойынша. Жарай ма? Так, басқа ақпарат қазақша жоқ, орысша да жоқ, Ана жерде кіру деген қойсын. Вход деп жазылып тұр орысша, кіру деген сөз жоқ. Қай жерінде? Мына жерде жүр көрсетейін. Мына жерде анау вход деп жазылып тұр. Қазақша жоқ. Сол бастықтарына айтыңыздар, қазақ тілінде қойсын. Келе жатыр ма? Қазір көрсетейін. Не? Не. Бауырым, бар екен. Міне кіру, мына үстіне. Ана жерге қазақша жоғары қойсын. Жарайды. Сау бол. Так, мына жерде. Ассалаумағалейкум. Сізде ас мәзір қазақ тілінде бар ма?
Меню қазақша бар ма? Мына жерге келсек. Жоқ па? Бастықтарына айтыңыздар, қазақ тіліне қою керек. Бұл Қазақстан, мемлекеттік тілі қазақ тілі. Бәріміз қазақпыз. Жарай ма? Жарайды, не үшін? Түсінбедім. Менің құқығым бар түсіруге. Сіз жұмыстасыз ғой. Мен просто сұрап отырмын. Құқығым бар да, заң бойынша. Жарайды. О, Додо пицца бар екен, сәлеметсіз. Әзір қазақша бар ма? Үстінде бар, көріп тұрмын. Қандай? Меню қазақша бар ма? Қазақша жоқ деп қана осы ғана. Жоқ, жаңа ғана міне үстінде шығып жатыр. Бар ғой қазақша. Қазақша, орысша шығып жатыр. Қазақша орысша. Иә, бірақ мынандай істеңіздер қазақша. Қазақша болу керек. Орысша болса ол қарасаңыз. Тек қана біреуін әкелді. Негізі қазақшасы бар, просто біреуін ғана әкелді. Бастыққа айтыңыздар. Заң бойынша қазақша болу керек. Орысша болса бола берсін. Қарсы емеспіз. Жарай ма? Ауыстырды ғой, мына Россиядан келіп тұр ғой. Енді бұны аударып қазақша істеп. Аударыңдар, бастыққа айтыңыз. Үстінде бар ғой, міне шығып жатыр ғой қазақша. Сол ғой. Иә. Мына жерге де істеу керек. Обновление болды да, сразу әкелген жоқ. Все, түсінікті, рахмет. И мына жерге тоже ақпаратты қойыңыздаршы. Мысалы, оң жақта орысша болса, сол жағында қазақша қойыңыздар, бастыққа айтыңыздар. Ол заң бойынша 21-ші бап тіл заңдары. Ол заңда жазылып тұр. Жарай ма? Сау болыңыздар. Жарайды, жақсы. Не бар екен? Ассалаумағалейкум. Үстінде қазақ тілінде бар. Мына жерде бар ма? Әзір. Ақпарат. Ау. Бар ма? Мынандай меню бар ма? Қазақша. Қайда? Мен блогермін. Қазақстан Республикасының азаматымын. Енді бауырым, ағам былай, жасын білмеймін да. Мына жерге де қоя салыңдар. Жоқ, енді симаса мынаны алып тастаңдар орысша. Қара, заң бойынша 21-ші бап бойынша қазақ тілінде болу керек. Осылай жату керек. Егер симайтын болса, орыс тілі алып тастаңдар. Потому что орыс тілі заң бойынша не обязательно. Міндет емес. Қазақша міндет. Сол. Егер маған сенбеңіз, 21-ші бап тіл заңдары. Бүкіл ақпарат қазақ тілінде болу керек. Мынаны алып тастамаңдар. Сен өзің қазақсың ба, брат? Бәріміз қазақпыз. Өзіміз тілімізді сыйламасақ, кім сыйлайды? Біз ана жерге қойып ұстаймыз. Кейбірлер астына қойып ұстайды. Ұяламыз өзіміз қазақ тіліміз. Мен өзім Павлодардан келдім. Жуырда қазақ тіліне үйреніп алдым өзім. Русскоязычный вообще. Сол үшін енді білмеймін, или мынаны алып тастаңдар менюларды. Мына қасында орысша қойыңдар. Бірдеме еттіңдер. Ана жерге қойған ұят па? Жарай ма? Сау бол. Ой, біздің қазақ тілімізді осылай. Өкінішке орай менсінбейді. Так, Бургер Кинг. Так, не бар. Бауырым, ассалаумағалейкум. Белгісейші. Мына үстінде қазақша бар, көріп тұрмын. Мынандай қағазды қазақша бар ма? Меню? Әзір. Ау. Түсінбедім. Осы ғана ма? Мынау ма? Болды, онда былай. Бір вариант орысша мысалы бар, иә, міне. Мынау қазақша тұрсыншы. Біз қазақпыз ғой, иә, дұрыс па? Бәріміз қазақша, қазақ тілінде. Қазір түсіндірем. Заң бойынша 21-ші бап қазақ тілінде болу керек. Міне мен келдім мысалы, Қазақстан Республикасы. Жоқ, мен келдім былай тұрған, жаңа ғана. Былай тұрсыншы біреу. Жарайды, біреу орысша тұрады. Екі вариант орысша істеп сағансынар ғой. Былай біреу қазақша тұрсын. Мен келдім, қазақша бар екен. Қазақша білмесе, русскоязычный пришел. Так, вот на русском есть. Жарай ма? Айналдырмаңдар. Тұра берсін осылай. Капец. Пинта деген.
Саламатсыз ба? Маған ас мәзір беріңізші, меню. Орысша ма? Жоқ, мен түсінейінші. Қазақ тіліне бар ма? Ау, қайда? Беріңізші. Не астына алып тастайды осылай. Тілімізді ұялады, е? Жоқ, көп Енді ана жерге қоймайсыңдар ма? қолданысқа көп алмайды ғой. Қойыңыздар мына жерге, қазақ тіліне болу керек. Орысша болса бола берсін. Ашып қойшы. Түсірейін. Ағылшын тілі Ағылшын керек емес маған, маған қазақ тілі керек. Мына ағылшын тілі ғой. Сол қазақ тілі бауырын қоймайсыңдар ма? Қазақпыз ғой, Қазақстанда жүрміз. Заң бойынша бұл. Мыжылып кетеді оның бәрі былайынан. Білмеймін, мыжылама, мыжылмай ма? Мына жерге қойыңыздар, қазақ тілінде міне. Егер қонақтар келсе, бірінші қазақ тілі беріңдер. Ана орысша бере бермей. Бәріміз қазақпыз, өзіміз тілімізді сыйламай жүрміз. Жарай ма? Әрине. Сау болыңыз. Аман бол. Сау бол. Қолдайсыңдар ма енді? Қазақпыз ғой. Әрине. Рахмет, сау бол. Мына жерде ше, тек орысша. Мынандай меню кішкентайлар бар ма? Бар екен, мына қазақша ғой. О! Жақсы. Сау бол. Сау болыңыз. Міне осылай болу керек. Қазір ары қарай сосын түсірем.